Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік витаминді салат әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай дәмді хит рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қиярымызды, яғни огурцыйымызды ұзынша етіп, соломка етіп турап шығатын боламыз. Енді кезекте алма тураймыз. Алмамыз ұзынша етіп, соломка етіп тураймыз. Менде жасыл алма, семерянка сорты, жасыл алма болу міндетті. Енді кезекте тауықтың еті, яғни кез келген бөлігін аласыздар, алдын ала пісіріп, суытып қоясыздар. Соломка етіп, ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Енді салатымызға омлет дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұз саламыз және майонез салып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Алдын ала қызып тұрған сковородкамызға, тавамызға сұйық майымызды құйып, көп құймаңыздар. Орташа отта 2 бетінен қуырып аламыз. Міне омлетімізді 2 бетінен қызарғанша қуырып алдық. Енді толықтай суытып, ұзынша етіп, соломка етіп турап шығатын боламыз.